Саламатсыздар ма студенттер? Бүгінгі қазақ әдебиеті сынының тарихы пәні бойынша өтетін лекциямыздың тақырыбы дарындар сын додасында деп аталады. Тақырыптың негізгі сұрақтары мен жоспары: қазақ әдебиеті сынында таптық позицияның күшеюі, екінші Мұхтар Әуезовтің сыншыл реализм аясында жазған шығармалары, үшінші сыншының атқарар міндеті творчестволық тұлғасы деп аталады. Қазақ әлемінде негізі жаңа ғана қалана бастаған көркемдік таным, білік, идеялық көзқарас шығарманың бүгінгі өмірімен тығыз байланыста болса, тапшылдық, партиялық принципті басшылыққа алса ғана пролетарлық деп аталатын әдебиетке негіз болады деп ақын жазушыларға да, сондай-ақ олардың творчестволық еңбегін сарапқа салатын сыншыларға да үлкен талап міндеттер жүктеді. Бұл бағытты қаламағандарға, әсіресе алашшыл ақын жазушыларға қарсы күрес ашу міндеті де қоса жүктеліп, эстетикалық таным талғамның өзі идеологиялық сипатқа ойысты. Жалпы көркем шығарманың қадір-қасиетін түсіну, эстетикалық деңгейін белгілеу, оның қоғамдық әлеуметтік ықпалын, әсерін айқындау тұрғысынан келгенде, алашшыл ақын сыншылар көш ілгері жүрді. Әрі-беріден соң олардың ұстаздық рөл атқарғанын да ашық айтқан жөн. Олардың өнер туралы ойлары, толымды пікірлері қазақтың эстетикалық таным түсінігін биік деңгейге көтеріп, төңкерісшіл ақын жазушыларды білім айдында ізденуге еріксіз жетеледі. 20-шы жылдардың алғашқы жартысында әдеби сынның бағыттары мен айтыс-тартыстары көбіне көп жеке ақын жазушылар төңірегінде өрбіп, кезеңнің идеологиялық мұрат тілегін көрсетіп отырды. Онда жаңа заманның сырын аңғартатын кесек ой, пікірлер анық айқындала бастады. Яғни қазақ әдебиеті сынында таптық позицияның белең алып, оның күшею жолына түскендігін аңғарамыз. 20-шы жылдардың алғашқы жартысында сын құрығы сілтенген үшінші ірі дарын Мұхтар Әуезов болды. Өзі де жазды, өзгелер де қарап қалған жоқ. Және олардың басқа материалдардан бір айырмашылығы, көбіне көп көркемдік арнаға көз салып, саясат мәселесіне назарды азырақ аударды деуге болар еді. 1922 жылы Қазақ тілі газетінің 20-шы санында Ж деген бүркеншік атпен Жүсіпбек Аймауытов Мұхтар Әуезовтің «Қорғансыздың күні» әңгімесіне сын жазды. Сәбит Мұқанов айтқандай, 1921 жылы жазылған «Қорғансыздың күні» атты алғашқы әңгімесімен Мұхтардың шын мағынасындағы европалық прозаның дәрежесіне көтерілуі ешкімді, оның ішінде өзінің дарынды інісіне деген ағалық ақ ниеті бар Жүсіпбек Аймауытовты да енжар қалдырған жоқ. Жүсіпбек Аймауытов мақаласының кіріспесінде сұлу сөзбен қызыл тілге сүйеніп, біраз азаматтарды, газет-журналдарды қағытып кекеткені болмаса, негізінен «Қорғансыздың күнін» эстетикалық тұрғыда едәуір талдап, жазушы Әуезовке үлкен үміт артуға болатындығын, қазақ прозасын өркендетуге үлес қоса алатындығын көсіле айтады да, соны шығармаға көркемдік талаптар қояды. Ең алғашқы көркемдік талап бұл шығарма өзінің логикалық мұратына жетпеген туынды дегенге саяды. Қыз жоғалып кеткеннен кейін болыстың халі не болғаны белгісіз. Оның не ойлағаны, сезгені жазылмайды. Сондай жауыздық істеп қойып, жазықсыз жанның ажалына себеп болған жауыз болыс не ойлады? Таң атқанша қалай ұйықтады? Үн жоқ, түн жоқ, атқа мініп жүре беруі көңілді тындырмайды деген сынына Сақа деген бүркеншік атпен Қызыл Қазақстанда жауап қайтарған Таудан Арыстанбеков өзінің түйсік танымын ұсынып араша түседі.
Бұдан көбірек жазбады деп жазушыны айыптауға болмайды. Аханның жауыздықты істегеннен кейін қандай халде болғанын көрсету үшін жазушының қорғансыздың күнінен басқа осы күнгі адам баласының кеудесінде болатын ізгілік пен жауыздық, добро мен злоның күресі һәм ахан секілділерде сол екеуінің қайсысы жеңгендігін көрсетіп, айрықша кітап жазуы тиіс. Қорғансыздың күнін жазғанда Әуезовтің көздеген нысанасы бұл емес деген сияқты 1922 жылғы нөмірі 10-шы нөмірде осындай пікір білдіреді. Арыстанбековтың көтеріңкі таным білігінен хабар береді. Ізгілік пен жауыздықтың күресін суреттеумен шұғылданған Достоевскийді ауызға алып дәлелге келтіруі де сыни ойдың пайдасына шыққан. Бұл сыншы Жүсіпбектің екінші ойына қарсы шыққанда тағы да көркем шығарманы жазудың айла-амалына назар аударады. Қазақ суреттеуді тыңдамайды, оны сүймейді. Сол себепті ой-санасының өте қажеттігі шамалы дегені адасқандық деп шорт кесіп тастайды. Рас, табиғатты жазушы ұзағырақ, көбірек суреттеп жіберген күнәсін айтып өтеді де, түбегейлі ойын былай деп тұжырымдайды. Әдебиетті көркейтіп, оның ілгері басуына зор себепкер болатын описанияны қазақ әдебиетінің бетінен сызып тастауға болмайды деп, мәдениетті прозаны өркендетудің, қазақ оқушыларына жұғымды, сенімді етудің жолдарын іздестіруге шақырады. Қазақтың жалпақ тілімен әңгіме жазу қиын жұмыс емес. Ал описание жасау жазушының ғана қолынан келеді. Һәм Әуезовтің описаниеге ұсталығы көрініп тұр. Оған сүйенуіміз керек деп, кейіпкердің жан дүниесін ашып, характер жасауға, сонымен қатар бүкіл туындының алапатын айқындайтын тәсілді жақтайды. Оған саналы түрде барған жазушыны қолдайды. Авторда Сана журналының редакциясы да бұл сынды тексеру деген қосымша атпен бергенде ғылыми зерттеу ретінде ұсынған. Сондықтан Даниялдың мақаланың бірінші бөлімінде әдебиет пен сынның арақатысы жайында шалқи сөйлеуі, әрқилы теңеу салыстырмаларға баруы, өзінің эстетикалық таным білігін қалай сөйлеп жазалады екенмін деген сыңайды да аңғаруының амалы болып шыққан. Толассыз аққан сөз тасқынынан сын әдебиеттің айнымайтын серігі. Ал әдебиет жүкті арба екенін ұзақ сонар түсіндіруден аңғарамыз. Сынның әдебиетке жол көрсетіп, жөн сілтеп, ақылшы болып отыру міндеті болса, сынның екінші зор міндеті бар. Ол міндет бізше әдебиет азығын қауымға сіңіру болмақ деп, қағиданы қазақ әдебиеті жас әдебиет, тап басып түзу бағыт тұта алмаған әдебиет керек десе, біздің әдебиет өзінің міндеті не екенін түсініп жетпеген әдебиет деп желе жортып кетеді. Қызып кеткен тұста артық кем сілтеп отырмын-ау деп қымсынбайтын сәті де кездеседі. Орынсыз өрекпіп оқушыны шошытатын ділмарлыққа салынғанда ептеп жалықтырып алатын тұстары да бар. Ал сын жанрының қалыптасу процесін әңгімелеген соң, ондай артық кемді аңғара бермей, ішіндегі нәрі мен сөлін теріп алу орынды болмақ дейді. Сыншы Бәйбіше Тоқал трагедиясының идеясын екінші бөлімде барынша публицист екпінмен баяндап, өз ой пікірін оқушыға ұсынып отырады. Тіпті шамадан тыс тәтпіштеп кететін кезі де жоқ емес. Алайда шығарманың шын мақсатын ашуда білгірлік танытып отырады.
негізі айтпағына жетер жолда бүкіл қазақ тұрмысына, әсіресе елді әлекедей жайлаған партиягерлікке тоқтап, бар пәле содан өрбіді деп білген сыншы ең алдымен трагедияның аты дұрыс қойылмаған дегенге келіп тіреледі. Қорыта айтқанда, әдебиет жанрлық жағынан қалыптасуға бет алған шағында жеке дарындар ерекшеліктеріне, әдебиеттен алар орындарына, көркем туындыларының деңгейіне назар аудару Сәкен, Мағжан, Мұхтарлардың ғана емес, басқа ақын-жазушылардың жалпы бағдарын айқындап алуға жағдай жасады. Және жеке дарындар төңірегінде өрбіген ой-пікірлер қоюлана келе, шығармашылық әдісті айқындау арқылы үлкен проблеманы шешуге тиісті болды. Қазақ әдебиетінің болашағы кімдікі? Ол қандай көркемдік әдісті басшылыққа алуға тиіс деген дәуірлік мәселені шешу қазақ әдебиеті сынына жүктелді. Оның келешек өрісін айқындаудың өнерпаздық саласына жүктелді. Осы Мұхтар Әуезовтің аталған шығармаларын, көркем шығармаларындағы сыншы-реализмнің көріністерін осы практикалық сабақта талдап, жеке-жеке сыни пікірлерді айтатын боласыздар. Назарларыңызға рахмет, сау болыңыздар.